Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге пайдалы жемістің бірі банан туралы айтатын болам. Экранға жақындап, мұқият тыңдап алыңыздар. Бүгінде бананды білмейтін жан жоқ. Күнделікті болмаса да пайдаланамыз. Бұл жағымды тәтті жеміс қана емес, денсаулыққа пайдасы да зор. Банан депрессиямен күресуге жақсы көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Яғни бұл триптофанның қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп көңіл-күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелер де банан ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрмен шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадан кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағамнан түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қату бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылудың бірден-бір себебі. Банан жегеннен кейін ол асқазанның шырышты қабығында қорғаныш қабатын түзеді. Ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиян тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімде орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғаған сайын оның жазылуында жылдамырақ жүреді. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалыпқа келтіргіш жеміс. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өтуінің септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. Ас қорытылудың жақсаруы. Банан құрамындағы пектин мен хелат тәрізді заттар ағзадағы токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына алып келеді. Әйелдер үшін банан құрамындағы серотонин және басқа да пайдалы заттар етеккір кезінде оның симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыдан қарағанда қолайлылық өтуге көмектеседі. Егер етеккір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл күйден және оның симптомдарынан құтылуға болады. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден-бір себеп болып табылады. Банан құрамындағы көп калий қан тамырларының жағдайын жақсартып, инфаркт пен инсульттің пайда болу жиілігін азайтады, гипертонияға ем. Бананда бар антиоксиданттар, амин қышқылдар ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғаныштық қасиетін, яғни иммунитетті жоғарылатады. Банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардың арылуына көмегін тигізеді. Банан жүрек айнуы немесе жүктілік токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер, калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмір жылдам ерізуге алып келеді. Жоғары мөлшердегі калий адамды жаңа ақпарат алып, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтихан дайындалу кезінде таптырмайтын құрал. Банан пайдалы, дәмді болуымен қатар басқа жемістерге қарағанда тойымды болады. Көпшілігі дүкен сөрелерінен қанық сары түсті банан іздейді. Ал егер ұзақ уақытқа жарайтындай көп банан алар болсаңыз, оның көк түсін таңдаған абзалырақ. Сіз тұтынатын уақытқа дейін өзі сарғайып, қоңырқайланып бабына келеді. Ал бананның әр түсті түрі денсаулыққа әртүрлі әсер етеді. Жасыл банан жасыл түсті болса, көпшілігі оны әлі піспеген деп есептеп алғысы келмейді. Олар қателеседі. Жасыл түсті банан қант диабетімен ауыратын адамдарға өте пайдалы. Оның құрамында қант өте аз мөлшерде болады. Көк банан жүрек қан тамырлары дертімен күресіп жүргендер үшін де пайдалы. Көбіне дүкен сөрелерінен сары бананды кездестіреміз. Ол тағамдық құндылығы аса жоғары әрі антиоксиданттарға өте бай болады. Пайдалы элементтердің қайнар көзі болатын сары түсті банан адам ағзасына таптырмас жеміс. Дақтары бар банан
Бананда қоңырқайдақтар болса, оның да пайдалы тұсы мол. Ол иммундық жүйені күшейтуге көмектеседі. Мұнымен дақты бананың пайдалы тұсы аяқталмайды. Ол түрлі ісіктермен күресуге қауқарлы. Қоңырдақтары бар бананды тұтына отырып, онкологиялық ауруларға жол бермейсіз. Бананнан қарайып кетіпті деп мұндайда көп салақтыруға асығады. Керісінше, бұл осы жемістің ең тәтті, нағыз пайдалы шағына жеткен кезі. Ішектерінде ақауы бар адамның өзіне басқа түстеріне қарағанда қоңыр бананды қорыту оңай болады. Сүйек пен бұлшықтың жетілуіне де осы бананның пайдасы мол. Бұндай бананды крахмалы толықтай қантқа айналады. Қант диабеті бар адамдарға абай болған абзал. Дегенмен стресспен күресіп, көңіл-күйді көтеруге қабілеті бар. Егер қоңыр бананның шірік иісі шыға бастаса, пісуден де арғы деңгейге өтіп кеткені, яғни оны тастай беруге болады. Банан кімге зиян? Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға зияны да бар. Жалпы банан зиянды жеміс емес, тек кейбір ауруы бар адамдарға не науқастарға жеуге болмайды. Банан көп жейтіндердің бас ауруы ұйқы басуы мүмкін. Сондықтан нормамен жеген жөн, яғни күніне 5-ден көп жейтіндер үшін. Бүйрегі ауыратын адамдарға да банан көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс, ал бүйрекке ағзада судың жеткілікті болғаны қажет. Көк тамыры қабынған адамдарға банан аз жеу керек. Жоғарыда айтқанымыздай, бананның ағзадағы суды сыртқа айдайтын қасиеті бар. Ал ағзада су азайып қалса, қан тамыры сусап, қоюланып кетеді. Диабетке шалдыққандардың да банан жемеген жөн, себебі қандағы глюкоза көтеріп жіберуі мүмкін. Салмағы көп адамдарға да бананды аздап жеген дұрыс. Бананның калориясы көп, онсыз да толық адамның одан әрі толуына себепші болуы мүмкін. Банан теріңізді күтуге таптырмас құрал. Бананның қабығы терісі құрғақ және сепкілі бар адамдарға пайдалы. Күніне 2 рет банан қабығымен сүртіп отырса, нәтижесі көп күттірмейді. Қышыған жерді басады. Маса немесе бірге шаққан жеріңіз қатты қышып қоймаса, банан қабығымен ысқыласаңыз қояды. Тікенге қарсы құрал. Тікен кірген жерге банан қабығын қойсаңыз, тікен терінің үстіңгі жағына қарай тартылады, артынан суырып тастайсыз. Бетіңізге, көркіңізге көлеңке түсіретін безеу, бөртпе пайда болса, банан қабығымен сүртіңіз. Алайда онымен артынан бетіңізді тұтас сүртіп жүрмеңіз, нәтижесі көп күттірмейді. Осымен бүгін сіздерге дайындаған ақпаратын тәмам, өздеріңізге пайдалы тұстарын тартып алыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.